Идеальный болып, қамыры жүмсақ болып шығатын сосиска в тестенің рецептісін тауып алдым қыздар. Жасалу жолы өте оңай, қарапайым жасалынады, дәміне келсек өте дәмді, жүмсақ болып шықты. Керек заттың құрамын описаниеге қалдырамын. Қамырына жылы су, жылы сүтімізді араластырып құйып, үстіне тұз, қант, ашытқымызды, ерітілген сары майымызды, бір жұмыртқамызды қосып, барлығын жақсылап араластырып, өлшеп алған ұнымызды біртіндеп салып отырып, қолға жабыспайтын жүмсақ қамыр илейтін боламыз. Жақсылап қамыр илегеннен кейін көтерілуге 1,5 сағатқа қоямыз. Көтерілген қамырларымызды алып, бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Мен орташа 70-80 граммнан өлшеп алып, бөліп шығамыз. Одан кейін қамырларымызды түйіп, көтерілуге тағы да 10 минутқа қоямыз. Көтерілген қамырларды қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа көлемде жайып алып, сосискілеріңізді алдын ала дайындап, ортасына салып, кез келген түрде түйсеңіздер болады. Мен бүгін осылай әдемілеп өріп шықтым. Басында қиын болады, бірақ одан кейін өру өте оп-оңай болады. Түйіп болған сосискілеріңізді тағы да майлықтың астына көтерілуге 5 минутқа қойсаңыздар болады. 5 минут өткеннен кейін жұмыртқасын жағып, кунжут магын сеуіп, қызып тұрған 200 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіп шығатын болады. Осымен біздің идеальный жүмсақ сосиска в тестеміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.